Саламатсыз ба? Менің есімім Маулен. Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысым. Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы күйеуім алимент төлемесе не істеймін? Осы тақырыпқа өтпестен бұрын достар, менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркеліңіздер. Пайдалы видеоларымызды каналымыздан жіберіп алмаңыздар. Және де Instagramда маған тікелей эфирде сұрақ қойып, сұрақтарыңызға кәсіби заңгерден жауап алыңыздар. Алимент өндірудің екі жолы бар. Біреуі соттың бұйрығы арқылы, ал екіншісі алимент келісім бойынша. Соттың бұйрығы арқылы алиментті өндіру үшін сіз күйеуіңізді сотқа бересіз. Соттың бұйрығы арқылы алиментті өндіру үшін сіз күйеуіңізді сотқа бересіз. Сол соттың сот бұйрығы арқылы сот орындаушыларға деланы өткізіп, алиментті өндіре бастайсыз. Ал екінші жағдай, егер де күйеуіңіз алимент төлеуден қашпаса, сотсыз, яғни нотариус арқылы алимент келісіміне отырып, ай сайын белгілі бір күнде күйеуіңізбен келіскен бір сумманы күйеуіңіз төлеп отыруға міндеттенеді. Бірақ көбісінде алиментке сотқа беріп, сосын алиментті өндіру кезінде ақша өндірілмей жатуы да мүмкін. Ондай жағдайлар көптеп кездеседі. Егер де сіздің жұбайыңыз алимент төлеуден қашқақтап, жұмыс істемей, ақшасын тығатын болса, достар, бұл сіздің жұбайыңыз ақшасыз жүр деген сөз емес. Ол сіздің алиментіңізбен айналысып отырған сот орындаушының дұрыс жұмыс істемеуі. Егер де сіздердің сот орындаушыңыз жұмысын дұрыс жасамаса, немесе жұмысыңызды белгілі бір уақытта бастамаса, сол сот орындаушының үстінен сотқа арыз тастап, сот орындаушының іс-әрекетін заңсыз деп танисыз. Сол кезде сот орындаушы өзі ақ лицензиясынан айырылғысы келмей, жұмыстарыңызды жүгіріп жүріп істейді. Тағы бір айтып өтетін жағдай. Сот орындаушы сіздің жұмыстарыңызды жасап жатыр ма, жоқ па, соны тексеру үшін сот орындаушының электрондық почталарына керекті қадағалайтын заявленияларды жазып, сот орындаушының әрбір істеп жүрген жұмыстарын қадағалап, бақылап отыра аласыз. Егер де осылай сіздердің жұмыстарыңызға 3 рет әрекетсіздік білдірсе сот орындаушы, сотқа беріп, сот орындаушының лицензиясынан айыра аласыз. Осы ақпараттарды білген соң, кімде осындай проблема, сот орындаушыларды қайда сотқа берем деген сұрақтарыңыз туындауы мүмкін. Сот орындаушы, сот орындаушының мекен жайы бойынша сотқа арыз бересіз. Мысалы, сіз Алматы қаласында тұрасыз. Сот орындаушыңыз Алматы облысының Талғар ауданында тіркелген. Осындай жағдайда сіз Алматы қаласының сотына емес, Талғардың аудандық сотына арыз жазасыз. Тағы да бір айтып өтетін жағдай, достар, егер де сіздер осы соттасу қиын десеңіз, сот процесіне қатысқым келмейді десеңіз, ондай жағдайда сіз жалобаны сотқа емес, прокуратураға жазсаңыздар болады. Прокуратура сіздің жалобаңызды 15 жұмыс күнінің ішінде қарап, сізге жауабын беретін болады. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де видеомыз пайдалы болса, Instagram парақшама және де YouTube каналыма тіркеліңіздер. Алдағы заңға байланысты керемет видеоларымызды жіберіп алмаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.